Саламатсыздар. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, қадірлі жерлестер, бүгін Қаратау жасау және де мынау әлеуметтік экономикалық өңіріміздің дамуын қамтамасыз ету. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Түркістан облысына жасаған сапарында осы әрбір облысымыздың ауданда халықпен тығыз болыңдар, солармен сұхбаттасып, қандай проблемалар бар, соның бәрін талқылаңдар деп тапсырма беріп кеткен болатын. Міне былтырдан бастап осындай халықпен кездесу жаңа форматта өтіп жатыр. Жылына 2 рет өздеріңізбен осылай жүздесіп, сұрасып, қандай мәселелер бар, соның бәрін талқылайтын боламыз. Биылдан бастап енді алдың күні Түркістан қаласында өтті осындай кездесу, енді қазір өздеріңізбен осындай жүздесіп, осыдан кейін Сауран ауданы болған болатын. Сауран ауданын мен кейінге қалдырып, ары қарай елді мекендерді аралау керек болып тұр. Сол себептен бүгін тек осы Кентау қаласымен кездесіп, ары қарай жұмысымызды істеп кетеміз. Облыс орталығына Түркістан қаласына ауыстырғалы Кентау қаласында дамуына әсерін беруде. Сонымен бірге мемлекет басшымыз өз жолдауында халықтың көкейінде жүрген біраз өзекті мәселелерді көтеріп айтты. Оның барлығы жаңа жылдан бастап іске асырылып жатыр. Ол жерде қандай мәселелердің бәрін өздеріңіз білесіздер. Мынау әйел адамдардың зейнетақыны 61 жаста қалдыру, сондай сияқты ең төменгі жалақыны 60 мың теңгеден 70 мың теңгеге дейін көтеру, және де ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысын 50%-ын балаларға 18 жасқа толғанша соны жинақталып, кейін ол жиналған қаржыны соған білімге жаратуға болады. Былтыр өздеріңізбен осындай жүздесу болғанда 2 рет кездескен, сол 2 кездесуде 26 мәселе көтерілген екен. Сол мәселелерін шешу бойынша арнайы іс-шара жоспары құрылып, жұмыс барысына алынды. Қазіргі таңда 10 сұрақ шешімін тауып отыр. Атап айтқанда Шұғыла мөлтек ауданының тұрғындары көшелер жарықтандыру мәселесін көтерген болатын. Кентау қаласының көшелерін жарықтандыру үшін былтыр 60 миллион теңге қаржы бөлініп, 200 дана жарық бағаналар астам оқушыны қамтитын 15 үйірме ашылып отыр. Спорт мекемелерінде спорттың 16 түрі бойынша 4 мыңнан астам балалар мен жас өспірімдер шұғылдануда. Бұдан басқа мәдени және спорт нысандарын жай күйіне көңіл бөліп қаралып отыр. Жалпы сіздер көтерген осы хаттамаға түсіріп, одан кейін оларды да бақылауға аламыз. Енді 80 жаңа жұмыс орны ашылды. Алдағы 2 жылда 5 миллиард теңгені 2 инвестициялық жобаны іске асыру пысықталуда. Яғни керамзит кірпіш зауытының құрылысын және Ансай кен орнының барит кендерінің өнеркәсіп игеру жобалары бойынша 420 жаңа жұмыс орындары ашылады деп жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығы саласында былтыр 12 миллиард теңгені ауыл шаруашылығы өнімі өндірілген, оның ішінде мал шаруашылығы 5 миллиард теңге, егіс көлемі 2,5 мың гектарға орналастырылып, өсімдік шаруашылығының өндірілген өнімі 7 миллиард теңгені құрады. Осы жылдың көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін мемлекет тарапынан ауданға төмендетілген бағамен 130 тонна дизель отыны бөлінді. Сонымен қатар жалпы агроқұрылымдардың сұранысын ескере отырып, агро шаруашылығын субсидиялауға облыс бойынша 7,6 миллиард теңге бөлінді. Бұдан бөлек аграрлық несие корпорациясы арқылы жылдық 5%-бен тауар өндірушілерге 4,3 миллиард теңге бөлініп отыр. Дала жұмыстарына техникалық дайындығы 81%-ды құрап отыр. Бұл көрсеткіш 100%-ға жеткізу бойынша қала әкіміне арнайы тапсырма берілді. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 6 мыңға жетіп, оларға 7 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. Халықтың табысын арттыру мақсатында арнайы жұмыспен қамту картасы бекітіліп, Кентау қаласы бойынша былтыр 2 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Еңбек бағыты бойынша былтыр 6 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу жөніндегі тапсырмасының аясында 1 мыңнан астам жұмыс орындары ашылды. Жалпы тұрғындардың 40 мың экономикалық тұрғыдан белсенді, оның ішінде жұмыспен қамтылғаны 38 мың адам. Бұл көрсеткішті төмендетіп, халықтың табысын арттыруға бағытталған жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Қазір жұмыссыз деңгейі 5% болса, бізде келесі жылдарға жоспарлармен
осы жеке меншік есебімен немесе осы облыс бюджет, республикалық бюджеттен қолдау көрсетіп, біраз жұмыс орындарын ашу көздеп отырмыз. Білім беру саласы бойынша қалада 33 мектепке дейінгі ұйымдар бар, 25 мектебіміз бар. Мемлекеттік тапсырыс аясында мектепке дейінгі ұйымдарда 6000-ға жуық баланы қамтып отыр. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасы бойынша біздің облысымызда және жалпы республика бойынша жайлы мектептердің құрылысын салу бойынша тапсырма берген болатын. Сол тапсырма аясында біздің Түркістан облысында 63 мектеп тиесілі болып отыр. Енді соның екеуі осы Кентау қаласына деп біз жоспарлап отырмыз. Жоба аясында Шұғыла және Қаратау, Мөлтек аудандарында 1500 орындық 2 мектептің құрылысы жоспарланып отыр. Бұл мектептеріміз келесі жылы басталып, 2025 жылы аяқталады. Денсаулық сақтау саласында 10 мекеме қызмет көрсетеді. Былтыр 510 миллион теңге бөлініп, Кентау қалалық аурухананың ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Өздеріңіз білесіздер, Кентау моноқала болып табылады. Қазіргі уақытта инженерлік инфрақұрылым жағдайы бүкіл Қазақстан бойынша моноқалалардың проблемаларын бірі болып табылады. Су құбыры, кәріз, жылу және электр желілері толық жөндеу қомақты қаржыны талап етеді. Кентау қаласын орталықтандырған ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында құрылыс жұмыстары жүргізіліп, Ащысай ауылының тұрғындар құрылыс станциясының жөндеу жұмыстарына сметалық құжаттары әзірленді. Облыстық бюджет есебінен осы мақсатта 100 миллион теңге бөлінді. Жөндеу жұмыстарын аяқтау осы жылға жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта кәріз су тазарту станциясымен қазіргі уақытта Қосқорған су қоймасын одан әрі толықтыра отырып, су төмендету жүйесін құрылысы жүргізілуде. Жоба құны 4 миллиард теңгеге жуық болып отыр. Жұмыстарды биыл аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Қала аумағындағы тұрғын үйлердің табиғи газ жүйесіне қосылу 2022 жылы қамтамасыз етілді. Қазіргі уақытта қала бойынша 14500 абонент бар. Оның ішінде табиғи газ жүйесіне қосылған 2020 ғана. Осы жерде мені қала әкіміне мен тапсырма берем. Бұл жұмысты белсенді Қазтрансгаз аймақ, Қазақгаздың өкілдерімен белсендету керек. Тиісті сол алып барған электр желілері толығымен ауыстырылды. Осы ауылдарда 5 дана жаңа трансформаторлар орнатылды. Кентау қаласы городская қосалқы станциясынан шығатын 10 шақырым электр желілері толығымен ауыстырылды. Биыл аталған жұмыстар жалғасын табатын болады. Ағаш бағаналар темір бетон бағаналарына ауыстырылады. Жаңа трансформаторлар шкафтары орнатылатын болады. Әрине, Кентау қаласында ең басты мәселелердің бірі ол жылу энергия орталығының жай күйі. Ол бойынша мен өзімді бірнеше рет ол жерге барып, бақылап, сол жердегі қызметкерлермен де кездесіп, қал жағдайын бәрін қарап отырмыз. Қысқы уақытта әрқашанда сол жерде проблема болады. 1934 жылы солынған орталық. Енді өздеріңіз білесіздер, биыл қаңтар айында Кентау қаласына жылу энергия орталығында 2 қазандықта ақаулар орын алды. Осы режиміне әсер етпеді. Жылыту маусымын сапалы өткізу мақсатында былтыр мен осы жерге тағайындалғанда 712 миллион теңге қаржы қосымша бөліп, ол жерге қазандықтарды турбогаз орталыққа шығамыз. Егер орталықта қаржы болмаса, бәрібір біз осыны жергілікті бюджеттен қарастырып, биыл 3 қазандығын күрделі жөндеуден өткіземіз. Сонымен қатар біз инвесторлермен де жұмыс істеп отырмыз, кездесіп, қазір Министерство энергетики дейміз, сол жаққа Кентау қаласының келбетін жаңарту үшін 55 көпқабатты тұрғын үйлер күрделі жөндеу жұмыстары осы жылға жоспарланған. Қатар қаладағы маңызды мәселелердің бірі жолдардың жай күйі. Осы сала бойынша тұрғындардан бірқатар өтініштер түсіп жатады. Жолдарды жөндеу үшін бюджеттен былтыр 686 миллион теңге қаржы бөлінген. Кентауда және қалаға қарасты елді мекендерде 53 көшеде біз жөндеуді өткіздік. Осы жылы көшелер жөндеу үшін бюджеттен қосымша тағы да 1,5 миллиард теңге қарастырып отырмыз. Түркістан қаласына Кентау қаласы жағынан 24 километр кіреберіс жолды реконструкциялау нысаны Кентау тұрғындарын
халық аралық әуежаймен қосатын маңызды жобалардың бірі. Жобаның құны 8 миллиардты құрайды. Жолдың жалпы ұзындығы 26 шақырым. Нысан 2021 жылы басталған екен. 2 қабат қазір асфальт төселген. Биылғы жыл біз соның 3-шін салып, биыл тапсырамыз деп көздеп отырмыз. Одан бөлек өздеріңіз көтеріп келген Кентау Ащысай бағытындағы жолға тоқталып өтсем, бұл жобаның құны 2 миллиард теңгені құрап отыр. Жолдың ойық құшы ата елді мекендері аралығындағы ұзындығы 31 шақырымдық жолдың жөндеу жұмыстары 2022 жылдың қыркүйек айында басталып, 21 шақырымына 1 қабат асфальт төсемі салынды. Жұмыстар ауа райы жылған кезде жасалатын болады. Жыл соңына біз бұлармен тығыз байланыстамыз. Түркістан қасында болғаннан кейін біз жиі келіп, жиі сөйлесіп тұрамыз. Енді барлық мәселелер өздеріңізге мәлім болғаннан кейін Амангелдіұлы жоспарланған болатын. Алайда оған қаржы бөлінбеді. Бұл алаңшалар салынбай қалды. Осы мәселені осы жылы қолға алып, соған қаржы қарастырып, со балдарға ойын алаңшаларыны салуны қолға алынса. Енді өзіңіз білесіз, Кентау қаласы компактный моноқала бағдарламасымен даму керек деп ойлаймыз. Осы мәселені қолға алсаңыз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы мынау көпқабат тұрғын үйлердің алаңдарын абаттандыру және ойын алаңшаларын соғу бойынша қай жерге барсақ сол жер барлығы осындай қазір сұрақ жобасы 5 миллиардтан астам қаржы болып отыр. Сол бойынша айтыңыз. Зейнеткер Маржан Кривенцова, Кентау қалалық аналар кеңесінің төрайымы, қоғамдық кеңес мүшесі. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, менің сұрағым аналардың сұрағы әрқашанда. Өйткені қазіргі таңда біздің қаламызда ерекше оқытуды қажет ететін, инклюзивті мектепті қажет ететін 180-нен астам қалада балаларымыз бар екен. Әрине бұл аналар үшін өте қиын сұрақ. Оның есесіне ол балаларды сонау Сауран ауданына апарудың қандай қиындыққа түсіп атқанын айтпаса да белгілі. Менің сұрағым осы кезінде мынау облыстық санатория оңалту орталығы болып отыр, Жансая санаториясы. Қазіргі таңда енді бізге сондай ауқымды облыс көлемінде оңалту ресурстық орталығы Кентауға жаңағы қызмет жасайтын болады. Бүгінгі таңға толық оборудованиесімен қамтылды. Тек қана құрылыс аяқталғаннан кейін біз ары қарай уже жаңағы Нарымбет еңбек ардагері. Мынау жаңа өзіңізде айтып өттіңіз, мынау Қаратау Мөлтек ауданы деген бар бізде. Сол жаққа мектеп салынады дедіңіз, келесі жылы басталады деп. Қазіргі жерде ол жерде ешқандай инфрақұрылым жоқ. Соған байланысты сұрақ, ол жаққа жол және жаңа кәріз жүйесі қашан салынады? Ол жаққа мектеп салынады. Бірінші кезекте мен талабым жалпы ол да бір дұрыс болады деп есептеймін. Біз жол салардан алдын біз инфрақұрылым жүйелерін барын тартып өткізу керекпіз. Себебі мынау Дарханович, бізде алдында бір Қаратау микрорайонының жартысына жүргізілген. Қазір қосымша министрлікке тиісті сұранысты жолдадық. Жобалау сметалық құжатымыз ол жерге әзір. 1,7 миллиард теңгені құрайтын инфрақұрылымдық жобамыз бар ол жерде. Рахмет. Жалпы мен әрбір кездесуде осы жерде мен дұрыс түсінулеріңізді соны түсіндіріп өткім келеді. Қазір мынау қаланың өзінің шығысы 28 миллиард теңгеден астам болды 2022 жылға. Өзін әлеуметтік сұраныстардың барлығы оны тек бюджеттен, үкіметтен жасалынатын нәрсе. Кішкене бұландай резерв болып, сосын өзінің табысын қолданам, осы әкім өзінің табысын, осы мына жерде мынандай бірінші кезекте осы тұрғындармен ақылдасып, мынаны істеу керек деп, сондай жағдайға жету үшін біз осы қаланың өзінің табысын көбейту керекпіз. Қаланың әлеуеті өте жоғары. Мен былай зерттеп шықтым. Бұл моноқала болған, бекерге болмаған. Бұл жерде өте қазба байлығы да, басқа да
Сосын мынау ең бастысы осында тұрғындардың қабілеттілігі жоғары. Сол себептен мүмкіншілік бар. Көптеген жобалар келіп жатыр. Соны ұзаққа созбай, егер де сол инвесторлермен сосын жаңа жобаларды іске асыратын болды, светті, сосын ана жерде дом культура керек дейді, тағы бірдеңке керек деп, бәрін бірдей қамтуға және облыстық бюджеттен қаржыландыру болады. Мектебі жоқ жерлерге мектеп соғамыз, тозығы жеткен жерде ремонтын істейміз. Сондай жұмыстар, жоспарды солай құрамыз. Рахмет. Кентау тұрғыны Ербаев Мырзалы, Кентау ақсақалдар алқасының атынан сіздерге бір сұрағым бар. Мынау жаңбыр жауса Кентауда көшелердің бәрін су алып, жүруге мүмкіншілік болмай қалады. Сондықтан біраз уақыттан бері шешілмей келатқан бір сұрағымыз бар. Бұл лоток мәселесі менен тренаж. Бұл мәселе қалай шешіледі, қашан шешіледі деген деп осы сұрақ бізде. Кентау ақсақалдар атынан. Дренаж бойынша бағана мен өзім немде де айтып өттім. Шахтадағы суларды төмендету бойынша жоба іске асырылуда. Биылғы жылдың өзіне 4 миллиард теңге қаралған. Ол суды тартып, ары қарай Қосқорғанға түсіреміз. Сол жаққа түсіріп, сол бізде жер асты суға әсер етеді. Сол жер асты суын кішкене төмендетеді тағды. Сондай қойып отырмыз. Мен өзім келіп қарап кеттім. Лоток бойынша осы аталған водопонижение проекттің ішінде бізде екінші этап бар. Екінші этаптың кезеңінде ирригационный система қаралған. Мен өзім барып кеттім. Қарнақ елді мекендерге де барып тұрғындармен кездесіп, сол жерде жағдайымен танысып өттім. Одан басқа кейін Сауран көмектерді береміз. Бірақ дегенмен де енді көріп отырсыздар, жылдан жылға жауын шашын көп. Нормадан асып кетеді. Бұрын нормада айына кеше көрсеткенде 29 сантиметр болса, кеше бір күнде 24 сантиметр жауыпты. Және де қар басқаны бар, одан жердің тоңы бар, содан біраз елді мекендерде бізде су алды. Қала әкімі Кентауға көңіл бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Мен Кентау қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Түндек Мұратша. Сізге осы кеше алдыңғы болып жатқан табиғи апаттарға байланысты жұмыс өте тығыз екен. Бір-екі жерлердің жаңағы тоқтатыпсыз кездесу. Бата беріп сізге ары қарай жұмысыңа сәттілік тілеп шығарсақ деген ниетіміз бар. Рахмет.